адам неге өмірде өзінің қалауына жете алмайды? Допустим, бір бизнес ашқысы келеді, бір магазин ашқысы келеді, инстаграммен бірдеңке істегісі келеді. Бірақ та соған жетпейді. Неге? Ең біріншіден адамда восприятие дұрыс болмаса, яғни мен бұндайға лайықты емеспін, мен бұны жасай алмаймын, менің бұл қолымнан келмейді деген сияқты бір өзіне көз қарасы, восприятие деген сөз, көз қарасы дұрыс болмаса, яғни мен оны жасай алмаймын, немесе қазір кризис, ол өтпейді, қазір елдің бәрі сондай болып кетті, бұны менен ешкім алмайды деген сияқты бір өзінің восприятиясы, өзі жайлы, өмір жайлы дұрыс болмайтын болса, ол қалауына жету кішкене қиынырақ. Екінші, біз жасамастан бұрын уже алдын ала контроль жасаймыз, бізде страх бар. Қазір болмай қалса, вдруг таргетім атпай қалса, вдруг магазиннің арендасын төлей алмай қалсам деген алдын ала бізге бір контроль бар да, біз бірдемені алдын ала білгіміз келеді. Егер осындай жағдайда болатын болсақ, ол да жетістікке жеткізбейді. Үшіншіден, бізге мешать ететіні ұят сезімі. Ұят сезімі бар жерде, то есть қазір ел не дейді, мен қазір кредитімді төлей алмай қалсам, күйеуім маған сөйлейді, мен оны кредит алып жасағым келеді, бірақ та сол кредитті төлей алмай қалсам, ата-енем маған ұрсады, или мамам маған айтады, айттық қой саған деген сияқты сөздерді айтады деген астында бір ұят сезімі бар болатын болса, жетістікке жету қиын. И төртіншіден, когда у вас насмотренность, қарау жоқ, білмейсіздер, яғни мысалы бизнес деген не екенін, қалай жасалатынын үйренбейсіздер, білмейсіздер. Например, любой бір бизнесті жасау үшін сіз оны қалай жасалатынын білуіңіз керек, көруіңіз керек. Например, инстаграммен жұмыс жасайтын болсаңыз, инстаграмды қалай жүргізесіз, рилсті қалай дұрыс атады, қандай таргет болу керек, қандай воронка қолдану керек деген затты үйрену керек. Үйренбей де әрекет ету дұрыс емес. Сондықтан ең бірінші бүткіл драманы алып тастауларыңыз керек өмірлеріңізде, және осы 4 пунктты өзгертулеріңіз керек. Менің өз-өзіме терапия сабағында именно біз жаңағы 3 пунктты ішінен табаластыра. Восприятие жайлы, қорқыныш жайлы, қорқыныштың жаңағы контрольді жоғалтып алам деген қорқыныш бар, социальный страхи деген бар, яғни бұл ел не дейді деген сияқты, ұят сезімі осыған жақын, осылардың бәрімен жұмыс істейміз. Өзіңіздің жаңағы менің қолымнан ештеңке келмейді, мен әлсізбін деген сияқты сезімдеріңізден арыласыздар. Сондықтан сізді өз-өзіме терапия курсына шақырамын, астыда сілтеме бар, сол жерге өтіңіздер.